Креативті ойлау қабілетін жетілдіру жолдары. Бірінші, сүйікті ісіңізді істеңіз. Хобби. Адам өзінің сүйікті ісін істеп, уақыттың қалай өткенін байқамаған кезде керемет креатив ойлар туады. Махаббат пен креатив қатар жүреді. Бірі болмаса, басқасы да болмайды. Сондықтан идея қажет болып, жұмысыңыз бір орында туралап тұрса, бас қатырып отыра бермей, жаныңызға ләззат, жүрегіңізге шаттық сыйлайтын іспен айналысыңыз. Оны хобби десек те болады. Креатив дегеніміз жан мен қиялдың еркін құстай самғауы. Ал құс тордың ішінде қалай самғайды? Сондықтан өзіңізді жұмыс не белгілі бір орынмен шектемеңіз. Шынайы ләззат алатын ісіңізбен айналысыңыз. Сол кезде келетін ойдың креативті болатынына өзіңізде таң қаласыз. Екінші, тынығыңыз. Еңбекте қандай береке болса, демалыста да сондай пайда бар. Кейде жақсы ойлар ештеңе ойламай тынығып жүрген сәтте келеді. Ал бір нәрсенің шешімін табамын деп бас қатыра берсеңіз, оның шешімін табуыңыз екіталай. Тынығудың маңызын ұққан Экхарт Толле көпшілік ғалымдардың креативті дүние тудыра алмауы олардың ойланбауынан емес, керісінше ойлауды бір мезет тоқтатып кідіріс жасауды білмегенінен болады деген. Бәлкім, сізге қажет керемет креативті ой көлікте, ел жер аралап жүргеніңізде, немесе қызара батқан күнге қарап отырғанда келіп қалар. Сондықтан, креатив жетпесе, бар істі ысырып, тынығып алған абзал. Үшінші, жаяу жүріңіз. Стэнфорд университеті өз зерттеуінде көп жаяу жүретін адамдардың қиялы ұшқыр, ойы тапқыр болатынын анықтады. Жаяу жүрсеңіз, 20 минуттан кейін көшеде емес, өзіңіздің жан жүрегіңізде жүріп бара жатқандай күй кешесіз. Миымыздың бір қуысында жасырынған идея мен білім ортаға шығады. Төртінші, ақылдасыңыз. Ақылдасуда пайда бар. Кейде мәселеге тым жақын қараған адам оның шешімін көре алмайды. Лабиринттің ішінде жүрген жанның лабиринттен шыға алуы екіталай ғой. Сол секілді лабиринтті сырттай толық көре алатын адамдармен ақылдасқан абзал. Кез келген мәселеде осы тәсіл ұтымды. Бір мәселені түрлі жастағы, түрлі ойдағы адамдармен ақылға салсаңыз, өз ойыңызға келмейтін шешімдерді біле аласыз. Сондықтан ақылдасудан қашпаңыз. Келісіп пішкен тонның келте болмасы анық. Дәл солай келісіп шығарған шешім креатив болары рас. Бесінші, кітап оқыңыз. Креатив идеяның қайнар көзі кітап екені бәріне аян. Әр кітап түрлі тағдыр мен бір өмірден хабар береді. Сондықтан сан алуан тақырыптағы әртүрлі авторлардың кітаптарын оқыңыз. Кітап оқып, беттерінде небір креатив ойдың үлгісі бар. Алтыншы, саяхаттаңыз. Байырғының ғұламалары мен өнертапқыштарының саяхатшы боп, жаһанды кезуі бекер емес. Әлемнің бір бұрышында отырып, жаңалық ашамын, креативті дүние жасаймын деу қисынсыз. Саяхаттаған адам өзгеше ойлау мен басқаша қараудан шыққан талай дүниелерді тамашалайды. Түрлі мәдениет пен дәстүрге куә болады. Ал мәдениет пен дәстүр талай жылғы креативтің жемісі емес пе? Сондықтан креатив ой жинаймын деген адам жиһангез боп, ел көріп, жер аралап тұрғаны жақсы. Жетінші, көрмелерге барыңыз. Креативтен іздеуіңіз керек. Әр өнер адамы түрлі құбылыстан креатив іздеп тапқанын туындысына қосады. Сондықтан креативке қол жеткізудің ең қысқа жолы қолөнер немесе сурет көрмелерін аралау. Тіпті болмаса дизайнерлік тың дүниелерді, жаңаша шешімдерді жариялайтын журналдарды қарауды әдетке айналдырған пайдалы. Сегізінші, театрға барыңыз. Театрға соңғы рет қашан барып едіңіз? Спектакль бізге уақытты кері айналдырып, адам жанына үңілуге мүмкіндік береді. Сол оқиғалардың арасында өзіміз жүргендей әсер аламыз. Кейіпкердің қуанышына шаттанып, қайғысына мұңайып,
рухани байимыз. Көкжиегіміз кеңейеді. Спектакльдің өзінен, актерлардың ойнауы шеберлігінен, режиссердің оқиғаны біреудегі креативтік шешімдерінен шабыт аламыз. Сондықтан театрдың босағасын жиі аттағаныңыз абзал. 9. Классикалық әуендерді тыңдаңыз. Классикалық музыка мидың дамуы мен шығармашылықтың өрлеуіне әсер ететінін ғылым дәлелдеген. Сан ғасырлық тарихы бар классикалық музыка адам жанының тереңдегі пернелерін шертеді. Жүрек қылын тербетеді. Қазақтың күйін тыңдаңыз. Күй деп аты да айтып тұрғандай, астарында айтылмақ ойды, көңіл күйді табуға тырысыңыз. Моцарт пен Бетховеннің заманын көзбен көргенде күй кешіретін тамаша әуен тыңдасаңыз, креатив ойлар пайда болады. Ол әуендер сізді қолыңыздан жетектеп, креатив ойлар ошағына алып барады. Сондықтан классикалық әуендерді тыңдап тұрған жөн. 10. Өзгерістен қорықпа, жаңашылдыққа құмар бол. Осыған дейін айтылған 9 кеңесті жарамсыз ету мүмкін бір сезім бар. Ол қорқыныш. Өйткені ми әрдайым бірінші кезекте қорғанысты әрі ең оңайын таңдайды. Қорқыныштың ең күшті түрі бейтаныс пен беймәлім нәрсе алдындағы үрей. Ғалымдар ми үшін бір нәрсенің нәтижесі жаман болатынын білгеннің өзі белгісіздіктен жақсы дейді. Кез келген креатив шешім эксперимент саналады, ал эксперименттің нәтижесі қашанда белгісіз. Сондықтан адам баласы өзгеше дүние жасағысы келеді, бірақ өзгерістің артындағы белгісіздіктен қорқады. Бұл құбылысқа күнделікті өмірде де куә бола аламыз. Мәселен, адам баласы мейрамханаға тамақ ішуге барғанда көбінесе бұрынғы орнына қайтадан отыруды таңдайды. Өйткені түпсана мен ми сол орын бұрын қауіпсіз болған, демек тағы да қауіпсіз болады деген шешім шығарады. Қорыта айтқанда, креатив деген жаңашылдық, ал бұрынғы әрекетті қайталай беріп басқа нәтиже күту ақымақтық. Сондықтан адам баласы ми мен түпсанада пайда болған алғашқы таңдауға әрдайым күмәнмен қарауы керек. Қандай да бір шешім қабылдарда бұл нәрсені басқаша қалай кемел жасай аламыз деген сұрақты өзіңізге 3 рет қойыңыз. Сонда шыққан 3-ші жауап креатив болады.